Әдебиеттік оқу. Тақырыбы Найзағай. Авторы Дәулет Қасенов. Қане балалар, барлығымыз тыңдаймыз. Жақсы балалар, бұл найзағайдың дыбысы. Қане балалар, барлығымыз сұрақтарға жауап беріп отырамыз. Жылдың қай мезгілінде жаңбыр жауып, күн күркіреп, найзағай ойнайды? Жылдың қай мезгілінде осындай табиғат құбылыстары болады? Найзағай адам өміріне қауіпті ме? Олай болса, қандай қаупі бар екенін бүгінгі сабағымызда білетін боламыз. Ол үшін алдымен оқулығымызда берілген мәтінді түсініп оқып алайық. Оқып болған соң, найзағай туралы бейнероликті бірге көрейік. Ал будақ жаңбырлы күндері аспанда найзағай жиі жарқылдайды. Ол бұлт пен жер арасында болатын, ұзындығы бірнеше шақырымға жететін электрлік ұшқынды разряд. Найзағай табиғи құбылыс. Оның жарқылы үлкен разрядты тоқпен тең. Температурасы 300 000 градусқа дейін жетеді. Бұл дегеніміз күн аймағындағы температурадан 6 есе жоғары. Найзағай адамға түссе, оның соңы өлімге алып келуі мүмкін. Найзағайдан сақтануға байланысты қауіпсіздік ережесімен танысып, дәптерге жазып алайық балалар. Ендігі кезекте мәтінге сүйене отырып, адасқан сөздер ойынын ойнайық. Ал енді балалар, бүгінгі сабаққа байланысты үй тапсырмасын белгілеп алайық. Бүгінгі сабақтан алған әсерімізді бағдаршам арқылы білдірейік. Толық түсіндім деген балалар қызыл түсті, жартылай түсіндім деген балалар сары түсті, мүлдем түсінбедім деген балалар жасыл түспен белгілеп көрсетуге болады. Бүгінгі сабағымыз сендерге ұнады деген ойдамын. Сау болыңдар.